Балалар арнасы Диндил студио. Балықтар негізінен судағы тіршілікке бейімделген жануарлар. Жүзу жағынан олар өзге жануарлардан асып түседі. Балықтар өкпе арқылы емес, желбезек арқылы тыныс алады. Балықтар тұзды суларда, не болмаса тұщы суларда тіршілік ете алады. Жылан балық сияқты кейбір балықтар тұзды суда да, тұщы суда да өмір сүреді. Теңіз балықтары тұщы су балықтардан әдетте ірілеу болып келеді. Балықтар хордылар типінің жақтылар тобына жататын омыртқалы су жануарлары. Балықтардың 22 мыңнан астам түрі бар деп есептеледі. Олардың 1/3 бөлігі тұщы суда өмір сүреді. Балықтар 3 топқа бөлінеді: жақсыз, шеміршекті және ең үлкен топты құрайтын сүйекті балықтар. 20 мыңнан астам түрі белгілі. Олардың 97-98% сүйекті балықтарға жатады. Қалғандары шеміршекті балықтар. Қазақстанда 180-дей түрі мен түр тармақтары кездеседі. Балықтар Девон кезеңінен белгілі. Қазіргі көптеген түрлері 50 мың жылдан бері өзгерместен тіршілік етіп келеді. Балықтардың мекен ету аймағы биік тау су қоймаларынан мұхиттың терең су түбіне дейінгі ауқымды қамтиды. Олар -2 градустан +50 градус температура аралығында тіршілік ете алады. Тұздылығы 70%, суға төзетін балықтар да бар. Балықтар дене тұрқы, түсі, құрылысы, физиологиясы жағынан айтарлықтай ерекшеленеді. Олардың дене тұрқы 1 см-ден 20 метрге дейін болады, ал салмағы 1,5 граммнан 12-14 тоннаға дейін жетеді. Олардың пішіндері де әртүрлі. Ұршық, жебе тәрізді, екі бүйірінен немесе арқасынан бауырына қарай қысыңқы, жылан, таспа, шар тәрізді, дөңгелек тағы басқа болады. Балықтың денесі 3 бөліктен тұрады: бас, кеуде, құйрық. Олардың жұп танау тесігі мен көзі, жұп және дара қанаттары болады. Кейбір балықтардың қанаттары жетілмеген, ал кейбір түрлерінде өте жақсы жетілген. Денесін қабыршақ жапқан, бірақ қабыршақсыз немесе сүйекті қылтан жапқан түрлері де бар. Желбезекпен тыныс алады. Ауамен тыныс алуға бейім органы бар балықтарда кездеседі. Балықтар жыныстық қабілеті жетілгенше тез өседі. Олардың өсуі көбіне жыл маусымына, тіршілік жағдайына байланысты. 1-2 жыл, кейбір бұзаубас балықтар тіпті 100 жылға дейін тіршілік ететін балықтар да бар. Жүрегі 2 камералы, қан айналу шеңбері 1. Миының құрылысы қарапайым. Көптеген балықтардың иіс сезу, сезім, есту, көру мүшелері жақсы жетілген. Өте терең және жер асты суларында тіршілік ететіндер де болмайды. Олардың бүйір сызығы судың қозғалысын қабылдайды. Сүйекті балықтардың көпшілігінде денесінің тепе-теңдігін сақтау қызметін атқаратын торсылдағы болады. Ал кейбір балықтарда торсылдақ тыныс алу органы. Балықтар торсылдақ арқылы өзін шығаратын дыбысты күшейтеді. Балықтардың әдетте дара жынысты, қос жынысты түрлері де бар. Балықтардың көпшілігі сырттай ұрықтанып, уылдырық шашу арқылы көбейеді. Сондай-ақ іштей ұрықтанып, тірі шабақ немесе ұрықтанған уылдырық туатын түрлері де болады. Тіршілігінде олар бірнеше рет уылдырық шашады. Бір рет қана уылдырық шашатындар да бар. Уылдырығын судағы өсімдікке, тасқа жабыстырып қоятындары, көміп тастайтындары, тіпті моллюскілердің денесін тығып сақтайтындары да кездеседі. Балықтар жыл маусымына сәйкес қорегін, қыстауын немесе уылдырық шашатын жерін іздеп, кейде мыңдаған километрге дейін өрістейді. Балықтар адам үшін қажетті белокқа бай тағам көзі. Оның еті, уылдырығы, ал кейбір түрінің терісі де пайдаланылады. Олардан балық майы алынады. Ішінде улы түрлері де кездеседі. Балықтар туралы ғылым ихтиология деп аталады. Егер де саған ұнаса, осы арнаға жазыл.